Қалампырдың қандай емдік қасиеті бар? Баршаңызға сәлем. Бүгін қалампырдың қандай ауруларға ем болатыны жайлы айтамыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның емдік қасиеті орасан зор. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданып келеді. Қалампыр дәрумендерге өте бай. Сонымен қатар кальций, магний, темір және тағы басқа элементінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылында кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста. Қалампыр ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз. Ал тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз тәбетіңіз артады. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын қолданған жөн. Егер қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Құрметті көрермен, ал сіз қалампырдың басқа қандай пайдасын білесіз? Төменге жаза кетіңіз.